Сәлеметсіздер ме? Жамбыл облысы Шу ауданының білім бөлімінің Сәду Шәкіров атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі көркем еңбек пәнінің мұғалімі Сутибаева Жанат Пернебекқызы. Тақырыбым: қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы қолөнер түрлері. Бағдарламаның мақсаты: оқушылардың ұлттық қолданбалы қолөнер түрлерін меңгеру арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту. Сонымен қатар, материалдарды тиімді таңдау мен қолдану дағдыларын қалыптастырып, өз жобаларын жүзеге асыруға бағытталған практикалық тәжірибені қамтамасыз ету. Бағдарламаның міндеттері: қазақтың дәстүрлі қолданбалы өнері түрлерін таныстыру, шығармашылық идеяларды жобалау және іске асыру қабілеттерін дамыту. Оқушыларды материалдарды дұрыс таңдап, қолдануға үйрету, топтық және жеке жұмыстар арқылы ынтымақтастық пен жауапкершілікті қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі: қазақ ұлттық қолданбалы өнерін оқушыларға таныстыру. Материалдарды тиімді пайдаланып, шығармашылық жобалар жасауға үйрету. Ұлттық мәдениет пен дәстүрге құрмет көрсету. Эстетикалық талғам мен шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту. Бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейі. Бағдарлама оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай, практикалық тәжірибеге негізделген. Практикалық тапсырмалар арқылы оқушылар әр бұйымның технологиялық кезеңін үйренеді және оны өз жобасында қолданады. Сабақтарда қолданылатын әдіс-тәсілдер ұлттық дәстүрлі қолөнер тәжірибесіне сүйенеді. Бағдарламаның күтілетін нәтижелері: оқушылар ұлттық қолданбалы өнер түрлерін меңгереді, практикалық және шығармашылық дағдыларын дамытады, өз жобаларын өз бетінше жоспарлап, іске асыра алады, топтық және жеке жұмыстар арқылы ынтымақтастық, жауапкершілік және өз ойын ашық жеткізу қабілеттері қалыптасады. Оқушылардың эстетикалық талғамы және ұлттық мәдениетке құрметі артады. Оқыту әдістері мен тәсілдері. Бірінші, практикалық жұмыстар. Оған шит оқу, киіз басу және жүнмен жұмыс бойынша әр сабақта оқушылардың алған білімдерін іс жүзінде қолдану мүмкіндігі беріледі. Диалогтық оқыту. Оқушылар тәжірибе барысында бір-бірімен пікір алмасып, сұрақтар қою арқылы белсенді әрекет етеді. Топтық жұмыс. Топтағы ынтымақтастықты, бір-біріне қолдау көрсету және ұжымдық жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады. Кейіпкерге ену әдісі қолданылмайды. Барлық сабақтар практикалық бағытта жүргізіледі. Оқытуды ұйымдастыруға әдістемелік нұсқаулар. Оған әрбір тарау немесе тақырып бойынша негізгі мазмұндық бөліктер, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдеріне сипаттама, сабақ өткізу формасы кіреді. Ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл бағдарлама еңбек және көркем еңбек пәні аясында оқушыларға қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы өнер түрлері, яғни шит оқу, киіз басу және жүнмен жұмыс бойынша практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. Бағдарлама оқушыларды ұлттық мәдениетке, дәстүрлі қолөнерге баулып, әртүрлі материалдар мен техникаларды қолдану арқылы шығармашылық қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Практикалық сабақтар арқылы оқушылар бұйым дайындау, безендіру және жобалау тәжірибесін меңгереді. Бұл оларға тек көркемдік ойлау мен шығармашылық қабілеттерін емес, сонымен қатар эстетикалық талғам мен дәлдік қасиетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қолөнерді насихаттау және болашақ мүмкіндіктер. Ұлттық қолөнерді дамыту мен насихаттау оны келесі ұрпаққа жеткізудің кепілі. Бұл өнер түрі тек мәдени мұра ғана емес, сонымен қатар экономикалық және әлеуметтік мүмкіндіктерді береді. Бүгінгі таңда қолөнер бұйымдарына деген сұраныс артып келеді. Бұл қолөнершілер үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бірінші, көрмелер мен жәрмеңкелер, өз бұйымдарыңды көпшілікке таныстыру. Екінші, онлайн сауда, әлемдік нарыққа шығу мүмкіндігі. Үшінші, шеберлік сыныптары, білімің мен дағдыларыңды басқалармен бөлісу. Төртінші, туризмді дамыту, ұлттық қолөнерді таныстыру арқылы туристерді тарту. Қорытындылай келсек,
ұлттық мұраны жаңғырту біздің қолымызда. Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы қолөнері біздің теңдессіз байлығымыз. Оны меңгеру, насихаттау және дамыту әрбір азаматтың міндеті. Бұл тек өнерді сақтап қалу ғана емес, сонымен қатар ұлттық рухымызды, мәдениетімізді жаңғырту деген сөз. Ұлттық қолөнер халықтың жаны, оның тарихы мен болашағы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.